Біз шексіз ғарыш мұхитында жоғалып кеткен кішкентай көгілдір нүктеде өмір сүріп жатырмыз. Осында барлық оқиғалар, барлық тағдырлар, адамзат жасаған бүкіл мағына дүниеге келді. Бірақ оның ар жағында бізді не күтіп тұр? Қазір біз эпикалық саяхатқа шығамыз. Біз жерден алыстап, ғаламның шетіне дейін жетеміз. Ол міне осында орналасқан. Ол жарық жылдамдығына байланысты бар. Біз адамдар үшін шынымен де ғаламның шегі бар. Біз жоғары қарағанда өткенге қараймыз. Бір сәтте өткеннің өзі қалмайды, өйткені жарық бізге жетіп үлгермейді. Ал ғалам жарық жылдамдығынан да жылдам кеңейіп жатыр. Шынайы ғалам, сөзсіз, біз көре алатыннан әлдеқайда үлкен. Ал осы видеоны соңына дейін қарасаңыз, ғаламның шегінен әрі не болуы мүмкін екенін білесіз. Біздің алғашқы аялдамамыз Ай, ол бізден небәрі 384 мың километр қашықтықта. Жарық айға 1 секундтан сәл ғана көп уақытта жетеді. Ал егер біз көлікпен 100 км/сағат жылдамдықпен барсақ, оған 160 күннен астам уақыт кетер еді. Айдан қарағанда жер, қараңғы бос кеңістікте қалқып тұрған нәзік көгілдір жасыл шар сияқты көрінеді. Алғашқы адамдар айға барған кезде мұны көріп, дәл сол жерде біздің ғарыштағы қаншалықты кішкентай екенімізді түсіну басталды. Айдан жер ауа райы үнемі өзгеріп тұратын планета сияқты көрінеді. Алғашқы ғарышкерлер дауылдардың пайда болып, жоғалып жатқанын, құрлықтардың үстімен бұлттардың қозғалғанын бақылаған. Адамзат тарихында алғаш рет біз өз үйімізді сыртынан көрдік, бірақ ғарыш шексіз емес. Әрі қарай жылжимыз. Біз күнге жетеміз. Ол бір астрономиялық бірлік қашықтықта, шамамен 150 миллион километр, жарық күннен жерге 8 минут 20 секундта жетеді. Ал егер ұшақпен 900 км/сағат жылдамдықпен ұшсақ, жол 19 жылға созылар еді. Тіпті өз жұлдыз жүйеміздің ішінде де кеңістік таңғаларлықтай үлкен. Біздің күн жүйесінің қозғалысы да таң қалдырады. Енді Марсқа қарайық. Ең жақын кезде ол 54,6 миллион километр қашықтықта болады. Осындай қашықтықтар Марсты зерттеуді нағыз инженерлік ерлікке айналдырады. Бұрын Марс өлі планета деп есептелген. Бірақ 2015 жылы NASA аппараты онда су бар екенінің айқын белгілерін тапты. Кратер беткейлеріндегі маусымға байланысты өзгеретін қара жолақтар байқалды. Кейін ғалымдар шаң астында жатқан мұз қабаттарын және тіпті Марс мұзының астындағы тұзды көлдерді тапты. Су тіршіліктің негізі. Демек, Марс болашақта колония жасауға басты үміткер. Адамдардың Марсқа алғашқы ұшуы 2030 жылдарға жоспарланып отыр. Оны SpaceX жүзеге асыруы мүмкін. Әрі қарай алыстаймыз. Күн жүйесінің шетінде Нептун орналасқан, мұзды алып планета. Ол 4,5 миллиард километр қашықтықта. Күн сәулесі оған 4 сағат 15 минутта жетеді. Нептунға тек бір ғана адам жасаған аппарат жеткен, Voyager, 1989 жылы. Бұл масштабтар таңғалдырады, өйткені бұл тек біздің күн жүйесі ғана. Енді біз оның шегінен шығамыз. 1977 жылы Voyager бір жерден ұшып шықты. Бүгінде ол адам жасаған ең алыс нысан, бізден 22 миллиард километрден аса қашықтықта. 1990 жылы ол жердің 6 миллиард километр қашықтықтан түсірілген әйгілі бозғылт көгілдір нүкте суретін жіберді. Ғалым Карл Саган былай деген: осы нүктеге қараңыз. Онда сіз сүйетін әр адам, сіз білетін әр адам, сіз естіген әрбір адам, осы уақытқа дейін өмір сүрген барлық адам бар. Барлық қуаныш пен қайғы, барлық діндер мен идеологиялар, барлық батырлар мен қорқақтар, патшалар мен қарапайым адамдар, бәрі осы шаңдай ғана нүктеде өмір сүрді. Сол жерде сен де барсың. Кішкентай нүктеде өмір сүріп, уайымдап, ойланып жүрсің. Күн жүйесінің шекарасында Оорт бұлты орналасқан, мұзды денелерден тұратын теориялық аймақ. Оның қашықтығы 1,9 жарық жылына дейін жетеді. Осы жерде күннің әсері аяқталып, нағыз жұлдызаралық кеңістік басталады. Бізге ең жақын жұлдыз жүйесі Альфа Центавра, ол 4,3 жарық жылы қашықтықта. Ал енді біз құс жолы галактикасына қараймыз, диаметрі 100,000 жарық жылы болатын алып жүйе. Онда жүздеген миллиард жұлдыз бар. Бірақ мұнда да біздің өркениет естілмейтін әлсіз сыбыр ғана. Біздің радиосигналдар тек 100 жарық жылына ғана жетті. Егер біреу алыстан қараса, адамзаттың тек алғашқы кезеңдерін ғана көрер еді. Ал одан да алыстан қараса, динозаврларды көрер еді. Себебі біз әрқашан өткенді көреміз.
галактикалар бірігіп 10 миллион жарық жылына созылатын жергілікті топты құрайды. Одан кейін Бикеш шоғырлануы, ал одан әрі Ланиакея 500 миллион жарық жылына созылатын алып құрылым. Бақыланатын ғаламдағы жұлдыздар саны жердегі құм түйірлерінен 26,000 есе көп. Енді біз ғаламның шетіне жеттік, диаметрі шамамен 90 миллиард жарық жылы болатын аймақ. Одан әрі бізден жарық жылдамдығынан да жылдам алыстап жатқан кеңістік. Ғаламның ар жағында не бар? Бәлкім бос кеңістік. Бәлкім тосқауыл. Немесе біз ешқашан көре алмайтын нәрсе. Мүмкін басқа параллель әлемдер бар шығар, онда физика заңдары мүлде басқа. Мүмкін кеңістік пен сана өзара байланысқан. Осындай масштабтарда үйреншікті ұғымдардың бәрі мәнін жоғалтады. Егер ғалам шексіз болса, онда бізге ұқсас әлемдерде болуы мүмкін. Неміс философы Фридрих Ницше мәңгілік қайталану идеясын айтқан. Бәрі қайта-қайта қайталануы мүмкін. Әр өмір, әр сәт шексіз рет. Сондықтан біз өмірді солай сүруіміз керек, оны қайтадан бастан өткергін келетіндей. Өмірді еш өкінбейтіндей сүру. Біздің планетамыз қараңғылықтағы кішкентай ұшқын ғана. Бірақ дәл осыны түсіну біздің ұлылығымыз. Біз өмірді қайта-қайта өмір сүргіміз келетіндей өткізуіміз керек. Шексіз рет. Мен осы күнмен, осы жермен бірге қайта ораламын. Сол өмірге қайта келемін. Тағы да сол шындықты айту үшін. Мен өз сөзімді айттым, және соның жолында құрбан боламын. Бұл менің тағдырым.